Сабақтың тақырыбы фигуралар салу. 67-ші сабақ. Бүгінгі сабақта фигуралар салуды үйренесің. Түзу, сәуле, кесінді, бұрыш, геометриялық фигуралар. Фигураларды салу үшін торгөз парақ, қарындаш, сызғыш қажет. Түзуді қағаз бетіне салу үшін сызғыш қолданады. Түзуді салу үшін сызғыштың бойымен қарындашты жүргізу керек. Түзу шексіз болғандықтан қандай ұзындықтағы түзу салсақ та, ол түзудің бір бөлігін ғана бейнелейді. Егерде қағазға нүкте салсақ, осы нүкте арқылы түзу жүргізуге болады. Бір нүкте арқылы шексіз көп түзу жүргізуге болады. Осы берілген нүктеден шыққан сызықтар сәулелер. Себебі сәуле айтады. Егер кез келген түзудің бойына екі нүкте салатын болсақ, онда кесінді пайда болады. Берілген ұзындықтағы кесіндіні салу үшін нүктені белгілейміз. Ол кесіндінің бастапқы нүктесі болады. Сызғыштың бойындағы 0 санын кесіндінің бастапқы нүктесімен сәйкестендіреміз. Керек ұзындықты сызғыштың бойынан тауып нүкте қоямыз. Кесіндінің бастапқы және соңғы нүктелерін сызғыштың көмегімен қосамыз. Кесіндіні латын әрпімен белгілейміз. Торгөз параққа фигуралар салудың бір әдісі графикалық диктант. Суретті торгөз бойымен бағыт туралы нұсқаулық бойынша салу керек. Мысалы, егер нүктеден бастап торгөз бойымен 2 торгөз жоғары, 2 торгөз оңға, 2 торгөз төмен, 2 торгөз солға салсақ, онда тұйықталған сынық сызық пайда болады. Есіңе сақта. Фигураны салу үшін саған алдымен сызғыш және қарындаш керек. Мысалы, 7 сантиметрлік кесінді сызайық. Алдымен торкөзге нүкте белгілеп аламыз. Сол нүктеге сызғыштың 0 деген санын дәлдеп аламыз. Сол нүктеден керекті 7 сантиметрді өлшеп сызамыз. Номер 2-ші есеп 10-шы бет. Бұл есепті орындау үшін саған сызғыш және қарындаш қажет. Кесінділерді өлшеп, берілгеннен 2 сантиметр қысқа кесінділерді сызып көр. Номер 6-ның асы 11-ші бет. Есепті шығар. Балалар лагерінде 28 қыз, ал олардан 12-сі артық ұл демалды. Лагерде барлығы қанша бала демалды? Есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын жазамыз.